Тарланның тағдыры. Анам 30-дан асқан шағында кеш тұрмыс құрыпты. Алдымда 2 әпкем, олардан соң әкемнің артында тұяқ болып мен туылдым. Бірақ әкем менің жас уақытымда қайтыс болып кетті. Ажалы жеткен уақыт қой. Содан отбасында 3 ағайынды болып, анамен 4-еуміз ғана қалдық. Кішкентайымнан анам бетімнен қақпай ерке қылып өсірді. Бірақ еркемін деп есірмей, үйдің жалғыз тірегі, жалғыз еркегімін деп, өз-өзімді жөнге салып тұратынмын. Анамның қолы алтын еді. Ем, шипаз дегендер анама келетін. Кішкентай баланың жауырынын ашып, көзіккен балаға дем салып, үлкеніне де кішісіне де түкіріп, біраз жұрттың алғысына бөленіп жүрді. Үлкен әпкем біраз уақыт тұрмыс құрмады. Мүмкін бақытты кезікпеген шығар. Кіші әпкеме жолын беріп, мен мектеп бітірер шақта кіші әпкемді жөн жоралғысы менен ұзаттық. Одан соң анам мен үлкен әпкемді қалдырып, мектеп бітірген соң оқуға түстім. Шыны керек, мектепте де, оқу орнында да тыныш жүрмейтінмін. Көп төбелесіп қалатынмын. Бірақ та өзімнен өзім жүремін. Ал егер маған соқтыққан адам болса, аямайтынмын. Бұлайша айтқанда тым қызуқанды болдым. Мектепте де, оқуда да қыздардың арманы болдым. Ол рас-ақ. Сол кездері хит болған кала, аппақ шалбармен, аппақ күртеше киіп, біраз бишілерді жыртатынбыз. Бірақ оның соңы төбелес болатын. Әйтеуір сол күндерді кешіп жүргенде әскерге шақырту келді. Ауылға барып, анамның ақ батасын алып, әпкем екеуін бір аллаға аманат етіп, әскерге аттандым. Алдымен Алматыға барып, 1 аптадай бізді дайындады. Бәріміз жаспыз. Бойдақ жалындап тұрған жігіттерміз. Арасынан көзіне ерекше түстімде майор иығымнан қағып кетті. Одан соң бізді басқа елге жіберетінін білдік. Әрине, қобалжу болды. Не де болса көрейік деп, күтпеген елге Белоруссияға әскерге аттандым. Анам мен әпкемді қазірден сағындым. Олар да мені ойлап уайымдап жүрген болар. Ол кезде әскер 3 жылдық. 3 жыл қалай өтер екен деп іштей қынжылдым. Не де болса бір мәнісі болар. Аман-есен борышымды өтейін дедім. Борышымды өтеп жүріп көп жігіттермен таныстым. Елдің, Қазақстанның түпкір-түпкірінен келгендер. Басында жатырқағаным рас. Бәз біреулерімен төбелесіп те үлгердім. Бір күні маған барлығы жабылуға бекінді ме, әйтеуір бірінен соң бірі келіп бастала бастады. Мен де қарап жатпадым. Мектеп кездегі оқудағы өнерлерімді паш еттім. Төбелестің маманы болғанбыз ғой. Ақыры біразын жайратып салған соң, оларда жеңілгендерін түсінді ме, кері қайта бастады. Мақтанғаным емес, осал ойыншы емеспін. Кішкентайымнан үйдің жалғыз ұлы болып ерке өссем де, қанша тірлікті жалғыз арқалап, біраз жұмыстар жасағанмын. Бір жағы қызуқандылығымнан ба, ашулансам күшім көбейе түседі. Бөтен елден келген біреулері келіп, «Ты чё-то, не боксер?» деді, орысшалап. Бар білген орысшамен «нету» дедім. Содан әскер қаһармандары мені сыйлай бастады. Біраз достар таптым. 3 жыл тым ұзақ болса да, зулап демде өте шықты. Әскерден қайтқан соң тасымалдаушы болып жұмысқа орналастым. Бірақ ащы судың жетегінде көп жүрдім. Бұрындары ашумен ызаланып төбелессем, қазір ішіп алып, арақтың күшімен төбелесетін болдым. Сол жылдары қазіргі жарымды жолықтырдым. Үстімдегі ақ күртешемді тастамаушы едім. Неше жыл болған күртеше? Жарым. Сол күртешеңе ғашық болғанмын дейді. Ол тігін шеберханасында жұмыс істейтін. Алғашында дос болып араласып, кейін қыз-жігіт болып жүрдік. Бір-бірімізді жақсы танып білген соң үйленуге бел байладық.
Ол менен 1 жас үлкен болды. Несі бар, махаббат жасқа қарамайды. Алланың бұйыртқан күні үйге келін қылып алып келдім. Отбасылық өміріміз жақсы басталды. Алайда арақтың кесірінен әйеліме де қол көтере бастадым. Сол нәрсе жақпай қалса, әйеліме қол көтеріп беретін болдым. Өзімне ұстай алмадым. Көп ұзамай бала сүйетімізді білдім. Қуанышымда шек болмады. Аман-есен босануын тіледім. Ащы суды қанша татпайын десем де өзіне қарай шақырып тұратын. Ішім алған адамға қыз баласы шайтан болып көрінетіні рас-ау. Еркімен тыс қол көтерумен жиіледі. Ішіндегі баласы 7 айлық болғанда босану қаупі болған соң дереу роддомға жеткіздік. Айтқандай, кіп-кішкентай ұл бала дүниеге келді. Оны ести сала мен қуаныштан тағы да ащы суға еріп, достарыммен тойлай бастадым. Тұңғыш баламыздың есімін қойып та үлгерген едік. Келіншегімнің қажеттіліктерін де алып үлгермедім. 1 апта өтті ме, өтпеді ме, есім кіресілі шығасылы болып жүргенде ұлымыздың шетінегенін естідім. Дел сал болып басымның іші шардай үрленіп, жарылардай болып есеңгіреп қалдым. Бұл бізге ауыр дейді. Бірақ сонда да қу ащы судың жетегінен шыға алмадым. Арада уақыт өтті. Келіншегім де өз-өзіне келген соң, аяғы ауырлап, ай күніне жетіп қыз бала дүниеге келді. Ең бірінші анам қуанды. Немере сүйді, немере тәтті ғой. Оны өзім қазір түсініп жүрмін. Шағын диқаншылықпен айналысатынбыз. Оның өзі әжептәуір бір нанымыз. Келіншегім мен анам үйдегі үлкен әпкем де егінде жүретін. Сол кезде әлі есімде. Көшеде менің атым аталып ішіп алыпты десе, бәрі үйді таратып, есік терезесін жауып, құлыптап отыратын. Қанша ішсем де ауырмайтынмын. Қайта масайрасам қуаттанып кететіндеймін. Сол жылдары әпкемді тұрмысқа беріп үлгердік. Өзінің таңдауы болып, жасы 25-тен асар уақытта ақ келін атанды. Анамда 2 қызын беріп, ұлын үйлендіріп, немере сүйіп бір марқайып қалды. Қызымыздан соң артынша 2 ұлды болдық. Ұлдарымның арасы 3 жас. Өз баламдай көрмейтінмін. Сәл бұзықтық жасаса, оларды да аямайтынмын. Әкесі болғандықтан ба, олар да маған қарсы келмей өсті. Анамның жанынан шықпайтын, апасының балалары болып өсті. Әрдайым немерелеріне ақылын айтып, дұрыс емес жерлерін түзеп отыратын. Біраз жылдар өтіп, қызым да ұлым да мектепке барды. Мектептен келе сала жұмыстары егін. Кішкентайларынан нан табуды үйренді. Үлкен ұлым момын айтқанға көнгенімен, кіші ұлым қыңыр қырсық. Былайша айтқанда шустрый болатын. Арада жылдар өтіп, келіншегім кенжемізге аяғы ауыр болып, әп-әдемі қызымыз дүниеге келді. Қыз болғандықтан ба, оны қатты еркелетіп өсірдім. Өзімнің әке екенімді осы қызымда ғана сезіндім. Қанша ішіп, қанша көшеде төбелесіп жүрсем де, қызыма бар тәттімді әкеліп еркелетіп жүрдім. Арада уақыт өте келе, 2 ұлым намаз бастады. Тәңірдің қалауы болған шығар. Мен ол кезде басқа көзқараста жүріп, оларға жекіп ұрсып жүретінмін. Намаз не теңдерің? Қартайғанда оқысаңдар да үлгересіңдер деген арзан сөздеріме қазір өкінемін. Бірақ ол ойым өзгеретіні ол кездері 3 ұйықтасам да түсіме кірмепті. Намазхан балаларымнан намаз үйрену үшін көршінің балалары келіп үйге қонып 5 уақыт намазы бірге оқитын. Балаларым дінді насихаттап, маған түрлі уағыздар айтып, намазға шақырып жүрді. Егістікте жүргенде де уағыз қойып, түрлі имамдардың жүректен өтетін сөздерін телефондарына қосып қоятын. Менің жауабым тек біреу ғана еді: жоқ. Несіне әуре болып жүр сонша дейтінмін. Тіпті анам да: ұят қой, балаларың оқиды.
Сендер оқымайсыңдар, балаларың үйретіп жүр, ертең Құдайдың алдында не деп жауап бересіңдер? Намазға кел дегенде келмедіңдер ғой, десе не дейсіңдер дейтін. Келіншегім екеумізге айтып жатыр ғой енді. Содан бір күні егістікте жүрміз. Ұлым тағы да телефоннан бір уағыз қосып қойды. Күнде тек тыңдап, қоя берші деп өтіп кететін менің жүрегім біртүрлі болды. Тыңдап жүрмін. Қолда кетпен, жерде шабық шауып жүрміз. Ойыма әр нәрсе келе берді. Тіпті қатты айтты. Жүрегіме мылтықпен атқандай күй кештім. Жоқ, одан да жаман. Пышақ сұққандай. Ертең Құдайдың алдына барғанда не дейсің? Алла сақтасын. Тозаққа түссең не дейсің? Қиналғаныңда елестет. Алла тағала мен сені күніне 5 рет шақырғаныңда қайда? Не істеп жүрдің? Десе не дейсің? Іштім, шектім, қаңғыдым дейсің бе? Тура дәл маған айтылғандай болды. Көзіме түрлі нәрсе елестеп, ойым шырмалап кетті. Анам да осылай айтты. Тіпті анамды да тыңдамадым. Ата-ананың ризашылығын алған ғана жәннаттық қана бола алады. Сонда өзіме іштей сұрақ қойдым. Не істеп жүрмін өзіммен? Сондан бері менің көзқарасым өзгерді. Сол сәттен бастап ғұсылданып, арақтан мүлдем бас тарттым. Бірден намазға келдім. Мүмкін Алланың бұйырған күні сол кез болған шығар. Бәрінің таңқалғаны рас. Өмірге деген көзқарасым 360 градусқа өзгерді. Міне, сол уақыттан бері арақты аузыма алмадым. Менің артынша келіншегімде намаз бастап, өмірді жаңа парақтан бастадық. Әлқисса әңгімемді жалғастырайын. Алайда мұнымен бәрі біткен жоқ. Жақсы өмір жалғасын тауып жатқан бақытты шақта қатты ауыра бастадым. Басым, ішкі құрылысым, тіпті қай жер мекені нақты белгісіз. Құлағыма бір түрлі шулар естіліп жүрді. Басында әрине мән бермедік қой. Алайда өршіп бара жатқандай көрінді. Денем кейде өзімдікі емес сияқты болып, басымның қайда, жанымның қайда екен ұғына алмай жүрдім. Болмаған соң алдымен ауруханаға көріндік. Бірақ одан түк шықпады. Ақыр аяғында жүрегім қысылатын болды. Не болған түсінбей, тәуіппен емшілерді жағалап кеттім. Ешкім анық-қанығын білмеді. Бір қалаға жол тарттық. Көлікте келеміз. Жап-жақсы отырған менің құлағыма тағы да сақырлаған дыбыстар шықты. Бір түрлі болып жан-жағына қарап қоямын. Көліктің артқы терезеге қараған едім. Бір топ атты әскер, кәдімгілік қылыш, сауыттары бар, қалқандары бар, жүйткіп келеді. Көліктің артынан келе жатыр. Не болып жатқанын түсінбей көзім ашып-жұмып қоям, түкте түсінер емеспін. Бір мезетте көзден ғайып болды. Жынды болайын дедім бе деп өзімше бірдеңелерді айтып сандырақтап кеттім. Жанымда жиенім бар. Не болды тәте деп қояды. Ештеңе, жай шаршаған сияқтымын деп анығын айтқым келмей отыра бердім. Бұл жайт бірінші рет болмады. Түсініксіз жайттер орын ала бастады. Бір емшіні іздеп келе жатырмыз. Үйін тапқан сияқтымыз. Келіп тоқтадық. Ішке кіріп, төрге шығып, сенің мазасызданғаныңды білемін, кел отыр деп әңгімесін бастады. Ол емшінің айтқанына қарап, өз-өзімнен қорқып кеттім. Дуаланғансың. Бір әйел адам дуалаған. Және дуа асқынған. Мұншама қалай шыдап жүрдің? Деп таңқала бастады. Қалай? Мені кім дуалап жүр? Бірақ ондайға сенбейтін адам едім. Ешкімнің ала жібін аттамаған едім. Мүмкін ішіп жүргенде біреуді ренжіттім бе? Бірақ оған бұлай жасауға болмайды ғой. Ойымды жинақтап сәл отырдым. Содан емші сүрелерін айтып емге көшті. Дастарханға деген басқа да ыдыстар қойыпты. Білмеймін неге қойған.
мүмкін астарын ішіп болған соң жинастырып осылай бір шетке қойып қойған болар деп ойладым. Емшінің дауысы қатты шыға бастады. Бір сәтте тағы да құлағыма жағымсыз дыбыстар естілді. Басқаша, күндегідей емес, басқаша. Үстелдің үстіндегі ыдыстар жан бітіп маған қарай келе жатқандай. Иә, аяқтары бар сияқты. Сақырлап, сұқырлап маған қарай келе жатыр. Иә, біртүрлі бойымда қорқыныш билеп, денемнен тер әлсін-әлсін шығып жатыр. Сол емші мықты болды. Бірақ нақты кім дуаланғанын біле алмадық. Біраз оқытылған соң барлығы да тып-типыл жоқ болды. Құлағым да тыныш, денем жаңа туылған сәбидікіндей сергек болып, тым жақсы болып қалдым. Ол емшіге алғысым шексіз. Барлығы бірден көзден ғайып болды. Бірақ кейін айтты, мен естіп көргенді ыдыстардың тарсылдап маған қарай бет бұрып келе жатқанын да көріпті. Мен таң қалдым. Қандай мықты адам. Содан үйге оралдым. Иә, басымнан өткен оқиғалардың шеті осындай. Менің басымнан тағы да біраз хикаяттар өткен. Алайда бәрін жаза берсе, бір том кітап болады. Осы да жетер. Сіздерге сабақ болсын. Араққа жоламаңыздар. Қазір шүкір жағдайым жақсы. Жасым 50-ден асып, ата болдым. 2 ұлым үйленді, 2 келінім бар. 2 қызым тұрмыс құрды, 2 күйеу балам бар. Бәрінен немере сүйіп отырмын. Қазір менен бақытты адам жоқ шығар. Аллаға шүкір осы күнімізге. Аман сау болыңыздар.